Короче, hey баршаларыңа сәлем, сендермен бірге мен Финзан. Қалайсыңдар, жегелар, бейбилар. Короче, достар, бүгінгі видеода темасында, яғни тақырыбында оқығандарындай, бүгін біз GTA 5-тегі, короче, Франклиннің Майнкрафттағы үйіне обзор жасайтын боламыз, яғни видео өте қызықты, яғни Франклиннің үйінде не бар. Короче, видеоны до конца көріп кеттік. Так, в общем, достар, так, Франклиннің үйі мынау. Яғни мен өзім таптым. Өзім жазған жоқпын. Өзім алды бір түрліген. Да? Или мен қате орналастырдым ба? Нормально. Так, достар, мына жерде ең бірінші бассейн еба. Қараң болып кетер екен менде. Короче. Да. Кайф мынаның өмір. Мынаның өмір кайф едің ғой. Короче, мына жерде арқаға бір бәле қыздыратын екен. И потом не? Короче, мына жерден секіреді екен, қараң. Осы жерден секіреді екен. Так, мен мына жерде біраз жата алайын, не? Күнге қыздырынып, ой. Апостым сусу болып кетті. И потом, достар, джакузи, джакузи меді қандай еді. Ебайт жасалған. Жордасын арсынандай. Ебайт жасалған шамын. Ыстық қой. Короче, мына жерде, грил, мына жерде пісіретін нәрсе бар екен мұнда. Ойпай, не болып кетті. Короче, осындай заттар бар екен. Так, бірінші сыртынан бастап таныстырайын. Мына жерде пісіретін шығар, грилді шамамен қателеспесем. Короче, сыртта осындай, міне. Сырттан нормальный. Балкон бар екен. Ал ендіше біз сонда үйіне кірейік ал. Так. Ойыны жатын бөлмекен ғой. Есік қайда сонда? Мына жақтан кіре берейік. Так, мына жерге кірген кезде сразу диван, төсек, яғни жаңа кімеді Франклиннің үйі. Мына жерде көрінеқ тұр. Өзі қараң, төбесінде блок тұр и ашылады. Кайф. Наңғараңнан деп полклер. Әдейі жасалған ғой. Наңғарың қарыш төбесінде. Мынау не? Мыналар не? Бірақ түрлі екен, комнатасы. Не? Дискотека, достар, жеги. Франклиннің үйінде бар еді, GTA 5-тегі, короче. GTA 5 ойнап көрмеппін. Короче, жазып кеттің бар ма еді, жоқ беді. Тұқым түсінді. Шыға берейік, мына жақтан. Қызықты емес. Екінші этажына кеттік ал. Бисмиллах деп. Мына жерде. Мына жерде балкон бар. Балконнан да бояма. Короче, достарның үйінде атаспет қаупі бар екен, короче. Мына жерден қараң. Не? Что-то түсінбен. Не? Жеген ол вообще түсініксіз. Комментарий жазып кеттің қандай екен. Так, тым жоқ. Бұл жерде, короче, бәрі сол қызықсыз нәрсе ма? Шынымен үшінші этаж көтеріп кетсе болады. Шауып кете берейік. Так, мына жерде жаңағы жерге шығатын жер бар екен. Так, мына жерде телевизор болу керек. Кітапхана ғой деймін. Қателеспесем, мына жерде стол. Короче, осындай. Мына жерде тамақ пісіреді. И мына жерде май сорып алады ғой, короче. Осындай. Тағы бір түсініксіз нәрсе. Мосақ па? Сол. Короче, мосақ па? Мантик астына. Ой, бұл не? Не? Жегелар, Франклин үйі озақ па не? Да, шірк. Франклинді ойнап жүрген адамдарға айтарым. Дұрыстандар, короче, үйді. Маған тек сырт ұнады. Джакузи ұнады әсіресе.
Jacuzzi'nin kандай еді аты осы дұрыс па? Өйсті ыстықлығы қалай ұстанасыңдар. Кейін барасыңдар. Мына жерге арқа бір бөлек ыстырасың. Сөйтіп ана жерге балық тұр. Ана жерге барасыңдар. Деп арқаның денеңді қозғап жатасың. Мен уже денем сезді ғой достар. Короче, Франклиннің үйі болсақ. Тым қызық жоқ үйінде. Зачем? Блин, мынаны қараңызшы. Блин, не мынау? В общем, достар. Потом түсінбедім. Франклиннің туалеті қайда? Туалетке шықпай ма? Нормально екен үйі. Қараң сырт көзге көрген кезде нормально болып тұрады, бірақ бір түрлі. Іші дым ыңғайсыз екен, қараң. Бірақ мына жері нормально екен, аңғай. Еба. Так, мұнда бір бәрі ішіп-ішекте. Короче, мына жерде мебель бәрі бір түрлі кеше. Короче, достар, осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Яғни Франклиннің бір түрлі үйіне обзор жасадық. Короче, сендермен болған мен Физзан. Всем пока, давайте.